Саламатсыздар ма, құрметті кәсіпкерлер. Менің есімім Серғазы Бекмұрат. Қазақстан жылыжайлар одағының вице-президентімін. Менің қасымда отырған менің сұхбаттасым Түркістан облысының бір мықты маман деп білем. Өзім Алтаев Данияр. Қазақстан фермерлік жылыжайлар одағының төрағасы. Қош келіпсіз. Рахмет, қош келдік. Қош көрдік сіздерді. Рахмет. Бүгінгі сұхбатымыз бізде Grow Expo көрмесінің аясында болып жатыр, мына подкаст соңында. Жалпы, Даке, сізге бір-екі сұрағым бар. Қазір мынау көрмеміз біздің бір бөлек форматта өтіп жатыр. Бірінші форматта өтіп жатқан сияқты. Бірінші рет болып жатқан соң бізде ашық әңгіме, кәдімгі бұқпасыз, ойымасыз, не мәселе бар, не проблема бар, соның барлығын айтсақ, осы біздің айтқан сөздерімізді естетін бір өкімет басындағы бір көпе жәкелеріміз естісе дейміз. Сосын енді Түркістан облысы мен Шымкент қаласының біраз жылыжай өнеркәсібіндегі кәсіпкерлердің бір мұң-мұқтажын арқалап келіп отырсыз ғой. Иә. Соларды айтсаңыз. Енді бірінші сұрағым, жалпы бұл сіздердің ұйымдарыңыз қашан ашылды, және жалпы ішіндегі структурасы қандай, сол жайлы кішкене ақпарат беріп кетсеңіз. Иә, біздің мынау жылыжай одағымыз да қауымдастығымыз ол 2023-те ашылған. 2023-тің сол май айында ашылды. Енді 2 жылдан астам жұмыс жасап жатырмыз. Сол біздің бұл жердегі мәселе, біздегі мынау ең басталған себебі бұл фермерлік жылыжайлар барлығы енді былай 99% ол көмірмен жанады. Сол кезде бізде көмірден проблема болды. Өйткені проблема болған себебі Қазақстанда көмір қоры жеткілікті, және оны тасымалдаушы компанияларда оған қажетті вагонда, автотранспортта жеткілікті болған. Бірақ сол кездерде мынау біздің шаруаларға, диқандарға, жылыжайшыларға көмір белгісіз себептермен келмей қалады. Баға көтеріліп кетеді. Сол кезде біз осы мәселені көтеріп, ақырында ол кезде Шопан ата еді, Алмасбек Садырбайдың құрған несі, қауымдастығы. Біз солардан көмек сұрадық. Осы мынау ассоциация, не одақ қалай құрсақ болады деп, олар бізге көмектесті сол кезде. Соны құрып, одан кейін тиісті мынау жоғары мамандарға хабарластық, министрлікке бардық. Көп мәселелерді осы ассоциациямыздың арқасында шештік десек те болады. Арасында бір сұрақ қойып кете берейін. Қазір сіздің айтып жатқан неңізге байланысты қосымша сұрақ туындап жатыр деп. Есіңізде болса, бір 2-3 жыл алдын оңтүстік өңірде бір қатты суық болды. Иә. Қатты суық болды. Дәл сол кезде болды ғой. Содан басталды. Одан кейін соның себебімен бұл тыйым. Жоқ, ол аномалды суық келген кезде ол енді жығылғанға жұдырық болды. Оның алдында, мысалы, ол 2020 шатаспасам 23-тің басы, сол уақыттарда болды, январ айында. Ол 2022-нің сентябрь айында бізге жеткізуші компаниялар көмірдің, солар бізге айтты, биыл көмір аз болады деді. Сіздер қазірден қамданыңыздар. Дайындалыңдар деймін. Иә. Біз сол кезде осы мәселені көтердік, облыс әкіміне бардық, басқаға бардық, барлық жерді көтеріп жүрдік. Бірақ сол көмір келмеді, тыңдаушы құлақ болмады. Өйткені шашылып жатқан шаруа ғой енді бұлардың барлығы. Бірінің басын жинасаң, бірін жинай алмайсың. Сөйтіп жүргенде бұл осы көмір жоқ кезде осындай суық келді. Одан бетер болдық. Біраз көмір жоқтығынан біраз жылыжайлар құлады ғой, қардың астында. Фото-видеолар әлеуметтік желінің басып кетті. Сол кезде адам өзі қиналған кезде ғой, бұндайдың барлығы мұқтаждықта жады ғой. Сол кезде бәріміз бір ауыздан осы одақ құруға кірістік.
содан жаңағы Шопан атадан Алмасбек Садырбайдан көмек сұрап, сөйтіп ол кісі бізге көмектесті, құрып берді. Содан мына қазіргі күнде 380-дей мүшеміз бар бізде. Жалпы осы 380-дей мүшеңіз, 380 кәсіпкердің жалпы алғандағы жылыжайдың көлемі қанша? Бір 600 гектардан асады. Иә. Біздің одақтың қазір несінде жаңағы мүшелерінде сол 600 гектардан астам жылыжай бар. Ол жаңа фермерлік біздегі бар толық. Біз сонымен көмірге сол кезде біраз неғылып, көмірдің осы мына шырмалаңынан біз құтылдық десек те болады. Ол жерде енді бір мүдделер бар, үлкен адамдар бар. Солардың жаңа құрған жүйелері неғылды ғой, андай бұзылды ғой бұл жерде. Содан енді бүгінде біз қазір көмір тапшылығынан толық құтылдық десек те болады. Керісінше қазір бізге көмірді алсаңдар сіз дегендер болып жатыр ғой. Одан кейінгі екінші бір жеңісіміз, біз мына фермерлік жылыжайларға жаңа стандарт енгізіп, субсидия алып жатырмыз дәл бүгінде. Міне біздің жетістіктер осы болды. Енді тағы да бізде үлкен бір жоспарымыз, бағдарламамыз бар. Ол сауда жүйесін құру Қазақстандағы. Мына жылыжайлардың. Ол сауда жүйесін құру үшін де бізде ол жөнінде концепция жазып шықтық. Ол концепция қазіргі уақытта министрлікте неде жатыр. Енді қаралып жатыр ғой. Қаралып жатыр дейді. Енді солардан хабар болса, алдағы уақытта сол жүйені құрсақ деп жатыр. Өйткені мысалы біз өзіңіз білесіз, Қазақстанда біз жылыжайдың басынан, мысалы, например деймін ғой енді былай, мысалға 200 теңгеден қызанақ сатамыз. Ұзаққа бармай Шымкенттің магазиніне барсақ, бір дүкеніне барсақ, 500 теңгеден сатылып тұрады. Неге? Айырмашылық қайда жатыр? Мына бұл дегеніңіз, мынау өндіруші мен тұтынушының арасында тікелей байланыс жоқ. Ортадағы алып сатарлық қатты дендеп кеткен. Бағасының біреу 1 теңгеден 50 теңге қосады. Мысалы, ол енді оның себептері өте көп. Мысалы, қарапайым шаруа базарға кіріп өзінің тауарын еш уақытта сата алмайды. Өйткені ол жерде оған сататын орында жоқ, оған неде жоқ. Бәрін базардың алып сатар, басқалары жаулап алған, ол жерде кіре алмайды. Соны енді алдағы уақытта жаңа концепция қойып, мына ОРЦ-де оптовый распределительный центр. Сондайларда сол Сарыағашта болса, сол жерде мына есіктен шаруа келіп, ана есіктен жаңағыдай дүкендер, трейдерлер алып кетсе, және олардың бағасын бақыласақ, оларға жаңа үстеме көбірек қойдырмай, 10%-дан артық қойдырмайды деп қойсақ. Мысалы, сонда тұтынушының да қалтасы қағылмайды, өндірушінің де еңбек еш кетпейтін. Осы мәселе бойынша бізге жұмыс жасап жатырмыз. Онда мен енді кәміл сенемін. 360 кәсіпкер дедіңіз ба? Осы жылдың 2025-тің өзіне бір 400-ден асып жылатын шығар. Себебі сіздердің ұйымдарыңыз жайлы біраз адамдардан сұрап білдім. Шеттен сұраймыз ғой енді, қалай істеп жатыр, жемісін көрмесіздер ме деген сияқты. Бірақ 10-15 адамнан сұраған өзіне барлығы бір оңды несін ақпарын беріп отыр, нәтижесін көріп отырмыз де. Енді сіздерге енді алдағы жұмыстарыңызға сәттілік деп айтамыз ғой. Құдай қаласа, біздің ұйым мен сіздердің ұйымдарыңыз бірге бас қосып, біздің білмейтіндерімізді сіздер айтып, сіздер білмейтіндерімізді біз айтып, енді біздің жалпы мақсатымыз бұл жылыжаймен айналысатын кәсіпкерлердің ауырын жеңілдету, халыққа сапалы өнім жеткізу. Халыққа сапалы өнім жеткізу, одан кейін ауылдағы қараша халықты жұмыспен қамту, оларды табысты ету. Қазір өзіңіз көріп жатсыз, ауылдан ел көшіп жатыр. Ал ел не үшін көшіп жатыр? Өйткені ауылда табыс көзі жоқ, жұмыс жоқ. Біз соны неге, сондай потенциалымыз бар екен, неге соны пайдаланбасқа? Осының бәрін осының жүйелі түрде жұмыс жасап, мен анау ауылдың адамы жұмыс істей алмайды дегенге мен сенбеймін. Өйткені қаншама халық сол жерде жұмыс істеп жатыр. Мысалы, қазір бір күнде 7-8 мың теңге айлық алады. Бүйтіп есептеп келгенде 200 мың теңгеден жоғары айлық алады. Ол ауыл үшін нормально
жалақы, иә, бақсаң ғой біраз дүние бар. иә, енді бәрібір да. Енді мысалы бұл келешекте бұл тек қана онымен емес, біз одан да әлі неміз табысымызды арттырып, одан да үлкен айлық қылып, ауылды неге көркейтпеске? Дұрыс. Иә, Ауылда жұмыс болса, ауылдың жастары ауыл жастары мынандай үлкен қалаларды осындай ауылдар асырайды. Оларды біз осыны енді біз жоғарыға жеткізіп жатырмыз, оны айтып жатырмыз. Олар да ояқта түсінбей жатыр дегенге мен сенбеймін. Олар да түсініп көріп отыр. Енді бәрі батыл шешім керек оған. Өзіне сенімділік керек барлығына. Осының бәрін жасасақ, алдағы уақытта жеңеміз. Енді тағы бір сұрақ, өте бір маңызды сұрақ. Крупный калибрге келе берейік та сұрақтарға. Осы 2023 жылы ұйым құрылды. Бізде жаңағы премьер-министрдің орынбасары Жұманғарин мырза келді. Bazı мәселелер көтерілді. Әлеуметтік желілерде жаңағы фермерлердің жаңағы құлап қалған жылыжайлардың, қатып қалған жаңағы қызанақ, қиярлардың видеолары қаптап кетті ғой. И бұл жерде енді сол кезде өкімет уәде берді, бағдарламалар қабылданды. Сол өкімет уәде берген көмектер бізде мынау Түркістан облысы, Шымкент қаласындағы фермер алды ма? Енді қаншалықты орындалды өкімет? Мен сізге айтайын, бірден айтайын, берілген жоқ деймін. Берілген жоқ. Өйткені ол жаңағыдай өзінің сапасыз материалыңнан деді, сен жаңа қыста нен болмай қалды деді. Осы мойындан алма. Бірақ енді біз сендерге субсидия береміз осы жөнінде деп, субсидия көмек болды. Оны берілгенде берілді, берілмеген берілмеді деп айту керек қой. Бұл жерде мысалы субсидия жағынан көмек. Субсидия берілді, содан кейін енді оған да рахметімізді айтамыз ба, жоқ әлде ол да солардың міндеті ма, енді білмеймін, бірақ біздің қазақтың шаруасы ол далада қалмау керек. Дұрыс. Сол үшін, бірақ енді ол кісілерде сол субсидия кірді, тездетіп документтердің бәрін дайындатылып, сол бір 6-7 айдың ішінде біз сол жылдары субсидия алдық. Қазір жылына бір гектары бар фермер жаңағы қызанақ өсіреді, қияр өсіреді. Олар гектарына жылына немесе әр жарты жылыста қанша субсидия алады? Жалпы талаптарыңыз енді бір жылда ғана алады ол субсидияны. Бір гектарға фермерлік 5 миллион теңгеге жақын. Енді жаңа ғана несіне қарайды, ол дегеніңіз так не болып тұр ғой, анандай. Сол бір гектар жылыжайы бар адам бір 4 миллионның үстінде субсидия алып жатыр жылына бір рет. Субсидия алу үшін бір белгілі бір талаптарға жауап беру керек. Әрине, ол сертификаты болу керек, госстандарттан өткен. Одан кейін оның ішінде өнім болу керек. Одан кейін ол жаңа жылуы бар, қазандығы бар. Осылардың барлығы талапқа жауап беру керек. Қай өнімдерге, жылыжайдың ішінде өсетін қай өнімдерге субсидия бар, қай өнімдерге субсидия жоқ? Олар белгілі бір шектеу бар ма? Жоқ, жылыжайдың ішінде мынада ғана не жоқ. Сол үшін мынау қызанақ, қияр, болгар бұрышы, одан кейін баклажан, одан кейін зелень дейді ғой, соған ғана беріледі. Ал мына құлпынай, лимон, гүл, олардың ешқайсысына да көшет берілмейді. Субсидия берілмейді. Берілмеген себебі ол келешекте қарастырыла ма, немесе? Жоқ, ол қарастырылмайды, өйткені ол жөнінде біз біраз хат жаздық, ол жөнінде біраз жұмыс жасадық, бірақ ол болмады. Өйткені бұл әлеуметтік не емес, біз анау жаңа адамдардың жаңағы продуктысы, жаңа қан тойсын деген өнімдерге берілеміз. Орысша айтқанда борщевой набор дейді ғой. Тез пісетін, тез. Сонда гүлге, мынау неге адам гүлсіз, құлпынайсыз, лимонсыз да өмір сүре алады деді. Сол үшін сондай берілді солайынан. Ал қалғанына енді жоқ әзірге. Енді мына сұхбатымыздың барысында кешірім, сұхбатымыздың барысында ертең бізде керемет жиналыс болады. Сұрақтарыңызды да қоясыздар. Енді үкіметтен біраз өкілетті органдар басшыларын шақырғанбыз. Дәл қазіргі күнгі
Түркістан облысы Шымкент қаласының фермерлерінің мұң мұқтажы неде дәл қазіргі уақытта осы минутта өнімін сата алмай жатыр. Иә, ол Көмірдің бағасы ол сол жағын айт. ол мәселе бұл жерде бүгінде не емес, анау көмір субсидия емес. Ол бізде мынандай нәрсе. Өкіметтің айтатыны, біз сіздерді қолдап жатырмық дейді. Дұрыс, рахмет қолдап жатқандарына, оған алғысымыз шексіз. Бірақ бұл жерде тек бір қолдаумен ол мәселе шешілмейді. Бұл жердегі ең өзекті мәселе ол қорғау керек бізді. Ол кімнен қорғайсыз? Сіз сырттан келіп жатқан арзан, сапасыз өнімдерді елге бей-берекет кіргізе беретін біздің жаңағы алыпсатарлық дейміз ба, Шекарадан кіреді ғой енді. шекарадан кіреді. Иә, соларға ешқандай бір дұрыс талабы жоқ, несі жоқ. Кіріп мына елде солар келіп сатады. Қаншама біздің шаруалар банкрот болып жабылады. Ол биыл мысалы үшін мен өлтірсе, енді жылананы өлтірсе, сонымен ақырында шаруаны таппай қаламыз. Ол кезде не болады? Кім келеді? Сіздің айтып отырғаныңыз, біз өзіміздің жаңағы егемен ел болып, өзіміздің базарымызды, өзіміздің нарығымызды қорғауымыз керек. Қорғауымыз керек. Біздің өзіміздің стандартымыз болу керек. Біздің өзіміздің талаптарымыз болу керек. Мысалы, мен қазір бір европалық мемлекетке өз қызанағымызды сататын болсақ, олар айтады, жарайды дейді. Қазақстан керемет ел, о елмен біздің одақтаспыз, осылай дейді. Кіргізіңіздер товарларыңызды дейді. Бірақ біздің өзіміздің стандарт бар дейді. Осындай помидор ол мынандай химиялық немен жаңағыдай обработка болмау керек дейді. Осындай дейді. Ал сіз ол талапты орындай алмайсыз. Ол өте мақтамен сойғандай сізді сонда қойып қойған. Біздің елге ол құрамын тексеріп, оның стандарт талабы қоятын несі жоқ. Лаборатория жоқ қой шекараның өзінде. Ол лаборатория жоқ екен бізде. Өнім кірсін, өнім артқа қайтсын деген. Мысалы, мынау біздегі мына үлкен компаниялар, біздегі агрокомпаниялар айтады, мысалы Өзбекстанға дейді, біз бір алма кіргізу үшін дейді, бізден дейді 6-7 документ сұрайды екен. Ал біздің Қазақстан Өзбекстан товарын алу үшін 3 документ сұрайды дейді. Ол 3 документті оңай орындайды дейді. Олардың да дейді жаңағы бізден сұраған 6-7 документтің 3-ін орындай аласың дейді. Ал қалғаны ол мүмкін емес орындау дейді. Өйткені сондай талаптар бар екен. Мынандай химиялық дәрі шашылмау керек мынаған, оны шашпаса ол өледі. Осындай адам санасына кірмейтін талаптарды қойып қойған. Енді көрші өзбек ағайындар өздерінің базарларын қорғап жатыр ғой. Қорғап, өзінің шаруасын қорғап, сондай болып отыр. Бізде ондай қорғау жоқ бүгінде. Бізде дәл қазір қай елден осындай сапалы дейміз ба, сапасыз дейміз ба, енді көктем жаз келе жатыр ғой алдымызда. Қай елден кіріп келе жатыр? Енді бізден кіретін мына өнімдердің ішінде ең көп мына қызанақтан ол Түркменнен, Қытайдан келеді. Одан кейін мына қияр, нелер, олар да жаңа Ираннан, Қытайдан келеді. Олар ешқандай фитоконтролда тұрмайды. Зеленый калидор екен, оларға кіргізіп алып келе беріп, бізде базарда сата береді. Ал оны сапасын тексеріп жатқан ешкім жоқ десем де болады. Мен оны сенімді айта аламын. Өйткені ол тексеретін болса, оның біреуі де өтпейді бұл жаққа. Өйткені біздің мына шекарадағы мынау әбден коррупцияға беріліп кеткен шекарашылар жұмыс жасайды. Кәдімгідей былай ондай қопал сөзбен грубый сөзбен айтқан кезде біздің шекарамыз тесік болып тұр ғой. Әрине біздің шекара тесік, және шекарамыз бір егесі жоқ шекара сияқты болып тұр. Енді егесі жоқ деп айтамайын, бірақ егелері жаңағыдай әртүрлі қитұрқы жолдармен өткізіп жіберіп жатыр. Бірінші орында мынау азық-түлік қауіпсіздігі, мынау біздің қазақ халқымыздың, Қазақстан халықтарының денсаулығын емес, өзінің қалтасын ойлаған кәсіпкерлер өкінішке орай көптеп болып тұрғаны ғой. Былай ғой. Мысалы үшін бұл жерде ол шекарадан арзан өнім өткізіп, бұл біздегі мынау ненің бәрін жаңа мынау ауыл шаруашылық нелердің бәрін, жаңа мекемелердің бәрін қазір банкротқа ұшырап жатқаны сол сырттан келетін арзан өнімдер.
Өйткені бізде былай дұрыс бизнес климат жасалмаған ол жағында. Қаншама фермалар, қаншама теплицалар банкрот болып отыр. Ол мемлекеттен бәрі қаржыландырылған. Ол мемлекеттің ақшасы тегін ақша емес қой, ол шөп емес қой. Биыл жоқ біз келесі жылы орып ала саламыз дейтін. Ол неге банкрот болып жатыр? Бұлар қалай болып жатыр? Неге соны біреу сұрап тексермейді? Барып сұраса айтады ғой, иә мен помидор шығарып едім, Түркменнен мынандай арзан помидор келді, осынысына қияр келді деп. Оны сұрап жатқан ешкім жоқ. Қаншама мемлекеттен миллиардтар бөлініп жатыр, оның бәрі су құсап ағып кетіп жатыр. бір өзім көрген осы мысалы бір апта 10 күннің ішінде сарыағашқа бір сапармен барып қалдым да. Нұрлан деген ағамыз бар, бізден 3-4 жас үлкен. Жаңағы кісінің помидор қызанағы розовый дейміз ғой енді. Сондай өте дәмді, әп-әдемі. Бірақ ана қызанақты арзан бағаға сатқысы келмейтін, сатпау керек қой оны арзан бағаға. Сапасы өте жоғары. Мен өзім ойлаймын, бағаны шыққан өнімнің сапасы анықтау керек. Жоқ, біз ондай деңгейге жеткен жоқпыз. Ғой. Ол дәмін, несін тексермейді. Бізде қайсысы арзан, соны алады. Демек, жаңағы Нұрекеңнің айтып отырғаны, әңгімемді соңына дейін жеткізетін болсам, сол кісі амал жоқ, базардағы бағаға көнігеді, бас иеді. Сол Түркменнен келген помидор қызанақ қанша бағаға сатылса, сонымен бірден немесе одан беруге мәжбүр. Мәжбүр. Өйткені енді ол Түркменстанда газ арзан ғой. Газ арзан. Газ арзан, ол енді. Бізде жаңағы энергетика министрлігі, біздің жаңағы Түркістан облысының әкімшілігі, осы энергоноситель дейміз ғой, газ, көмір, жарықтың, светтің бағасын сол жағынан көмектесіп кішкене арзандататын болса, бізде бағамыз арзандай ма, арзандамай ма? Жоқ, енді ол бізге мына кешегі беріп отырған субсидия осы біздің шыққан жай энергия нелерімізге беріліп жатыр, жаңағы сол 20% деп соған беріп жатыр. Егер де ол арзандау үшін ол арзандамайды деді, өйткені оның да өзінің құны бар деді, газдың да ненің де бағасын деді. Ол қазір уақытта арзандамайды деді. Бұдан былай мен өзім ойымша арзандамайтын сияқты. Арзандамайды. Ол енді Түркменияда ол өзі коррупцияланған, жаңағы президенттің айналасындағы ағайындар болған соң газ оларға тегін екен. Енді бұл турасын айтқанда нечестный конкуренция бізге. Оны біз неге біздің өкімет соны ескермейді? Сендер жарайды, біздің мына диқандардікі себестоимости 500 теңге болып отыр. Сендер 500 теңгемен бізге налог төлеңдер дейді. Олар ана жақтан 100 теңгені көрсетеді да, бізге әкеп соған налог төлейді. Демек, тек қана бізге жаңағы үмітіміз осы шекараны ретке келтіру, өкіметтің жаңағы біздің бір өкілетті органдардың намысы болса, ұлттық қауіпсіздігімізді ойласа, өзіміздің жаңағы кәсіпкерлеріміз гүлдеп жайнап, ертең кредитке батпай, теплицасы қойсын, құрсын, теплица болмайтын бір кәсіпкер жаңағы бағдар екені қол сілтіп кетіп қалмайтындай ететін ол өкімет деп ойлаймын өзімде. Ол біздің жоғарыда отырған, билік басында отырғандар осыны қолға алып, бір өздері бір елім, жұртым дейтін болса, әрине біз неге істемеске? Түсінікті. Ертең айттым ғой жаңа, айтылып айтайын, біраз үлкен кісілер келеді, біраз мәселелер шешіледі, бұл жерде шешілгенде бір ұсыныстар айтылу керек. Жалпы ертең келген кісілерге не ұсыныс айтатын едіңіз? Бірақ ұсыныс қой бізде, сол шекараны бақылаңдар, фитосанитария талаптарды күшейтіңдер. Осы. Өйткені менің еліме де басқа елдегі сияқты контроль болса кірген затқа. Мен соны қалаймын. Қатты бақылау керек қой. Бақыласын. Ауру да сонымен келіп жатыр, бәрі сырттан келіп жатыр ғой. Ал неге біз елге бәрі беймал кіреді, неге біз көрші елдерге кіргізе алмаймыз? Сұрақ осы менің көкейімдегі. Неге оларыңқы жөн, біздіңкі жөнсіз? Біздің билікке барып оны айтсаң, сен ертең сол қымбаттап кетсе сен жауап бересің ба дейді.
Мен не үшін жауап беруім керек? Менің қолымда не бар? Менің қолымда кеппеннен басқа ешнәрсе жоқ. Оның қолында билік бар. Ал ертең мен сияқты шаруаны таппай қалса, ол кезде кім істейді? Сол кезде алыңдар Түркменнен осы 10 несе баға қымбат бағамен. Біздің анализіміз бойынша миллиондаған, жүздеген миллиондаған доллар ақша, жаңағы шетел валюта көрші елдерге жаңағы кәдімгідей қызанақпен қияр алу үшін ғана кетеді екен. Біз солардың шаруаларын қолдап жатырмыз. Солардың қалтасын. Біздің мынау жемқор биліктің кесірінен солардың шаруалары гүлденіп жатыр. Жалпы өзіңіз қалай ойлайсыз? Мынау басқа аумақтарды, региондарды айтпай ақ қояйын, Түркістан облысы, Шымкент қаласы, бүкіл Қазақстанды, бүкіл демей ақ қояйын, жарайды, бір жарты Қазақстанды, немесе көршілес Қызылорда облысы, Түркістан облысы, Жамбыл облысы және Алматы облысы, Алматы қаласының үлкен-үлкен мегаполистарды осы стратегиялық қызанақпен стратегический продукт дейді ғой орысша. Сонымен қамтамасыз ете алатын потенциалы бар ма? Одан жоғары бізде. Мысалы, бір ғана Сарыағаштың өзінде қаншама жылыжай салуға болады ол жерден. Жер жетеді, су да жетеді оған. Халық та жетеді. Ал қазір осы жылыжаймен айналысамын деген кәсіпкерлерге не дейтін едіңіз? Мысалы үшін субсидия алу үшін көп кәсіпкерлерді мен білетінім, жай қара темірден каркас соғып қояды, атап кеткенде жылу жүйесі жоқ, сосын субсидия алғысы келеді. Енді ол әрине оларда дәмелі ғой. Оларды алғысы келеді. Ол да шаруа, ол да өнім өндіріп жатыр. Ал субсидия алу үшін қанша, 1 гектардан басталу керек па? 50 сотықтан? 5 сотықтан басталады. 5 сотықтан бере бересіздер. Мына үйдің ішіндегі. Ол жаңағы отоплениясы болу керек. Өзінің талаптары бар, соған сай болса бере береді. Түсінікті. Енді мына сұхбатымызды аяқтайтын болсақ, жалпы мен өзім ойлаймын, осы мынау көрмеден біраз мәселелер шешіліп, тек қана мына Түркістан облысы, Шымкент қаласының кәсіпкерлерінің мәселесі емес, бүкіл Қазақстанның фермерлерінің, жылыжаймен айналысатын кәсіпкерлердің, фермерлерінің мәселелері шешіледі деп ойлаймын. Енді ол шешілгенде былай ғой, кімдер келеді, смотри. Соны шеше алатын адамдар келе ма, жоқ әлде орынбасардың орынбасары келе ма? Шақырғанда бір енді еш болмаса бір орынбасарларын жіберетін шығар. Ол енді мен сол келген адамдарына байланысты, ол жаңағы барып келінде анау мынау десе, ертең сіз оған барасыз, не үстінде адам бар дейді. Сол кісі дейді. Сол үшін бұндай жерге сол мәселеге тікелей қатысы бар шеше алатын адамдар келсе, шешіледі деп ойлаймын. Ол мәселе шешіліп оңды нәтижесін беру үшін қайта біздің ұйымдарымыз бірлесіп жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Сізге үлкен рахмет сұхбатыңыз үшін. Алдағы жұмыстарыңызға Құдай кәсібіңізге береке берсін. Талай фермерлердің қиындықтарын жеңілдетіп, ары қарай осындай бір жиындарды кездесе берейік. Сізге рахмет.